Егер бір күні сіз барған ауылда сағаттар жүрмей қалса, күн батып қайта шықпаса, ал адамдар уақыттың не екенін ұмытқан болса, не істер едіңіз? Бүгін сізге уақытты тоқтап қалған ауыл туралы шынайы оқиғаны айтамын. Бұл жай миф емес, бұл туралы куәгерлер, зерттеушілер мен журналистер нақты айтып кеткен. Ең бірінші оқиғаның басталуына келейік. 1959 жылы Ресейдің алыс аймағындағы шағын ауыл жайлы біртүрлі хабар тарайды. Жақын маңдағы елді мекен тұрғындары бұл ауылға барған адамдардың қайтып оралмағанын айта бастаған. Бірнеше ай өткен соң іздеу тобы жіберіледі, бірақ олар барған кезде бәрі таң қалды. Ауыл бар, үйлер бар, бірақ ешқандай адам жоқ. Тіпті таңғы астың үстел бетінде қалып қойғаны, есіктердің ашық, шамдардың сөнбегені бәрі сол күйі қатып қалғандай болған. Ал енді бұл уақыттың тоқтауы қалай басталған? Ең таңғаларлығы іздеу тобының сағаттары бір уақытта тоқтап қалған. Кімнің қол сағаты болсын, 11:47-де қатып қалған. Топ мүшелерінің біреуі рациямен сөйлескенде дауыс жаңғырып 5 секундтан кейін қайталанып естілген. Сол кезде оларға бір тылсым тыныштық орнағандай болып, жел де, құстар да, дыбыс та жоғалған. Тіпті секундтық тыныштық емес, уақыттың өзі жұтылып кеткендей әсер қалдырған. Ал зерттеушілер мен куәгерлерге келсек, кейін бұл оқиға туралы журналистер жазды. Бірнеше ғалым бұл жерді тексермек болды, бірақ аппаратура істемей қалған. Компас айналмайды, батареялар отырады, ал бейнекамералар тек ақ экран көрсеткен. Жергілікті тұрғындар бұл жерді тыныш аймақ деп атаған. Олар мұнда уақыт пен кеңістік арасындағы шекара әлсіреген дейді. Бір қарияның сөзіне қарағанда, ол бала кезінде бұл ауылдың адамдарын көрген, ал соңғы рет оларды көргеннен кейін ешкім ол жаққа бармаған деседі. Қазіргі замандағы зерттеулер 2015 жылы бір YouTube блогері осы ауылды іздеп барып дронмен түсірмек болған. Бірақ ол жүктеген видеода 30 секундтан кейін бейнеклип бұзылады, кадрлар қайталанып, уақыт іспетті циклге түскен. Бірнеше секунд сайын бірдей көрініс қайталана берген. Кейін ол жігіт видеоны өшіріп тастадым, содан бері сағатым 11:47-де қалып қойған деп пост жазған. Бұл шын ба, әлде кеңістіктің бір ерекше нүктесі ме, ешкім нақты білмейді. Бірақ бір нәрсе анық, кей жерлерде уақыт жүрмейді, ол жай ғана қарап тұрады. Ал сол ауылда бәлкім уақыт әлі де сол 11:47-де тұр. Егер сізге таңғаларлық тылсым оқиғалар ұнайтын болса, арнаға жазылып, келесі бөлімде жоғалған пойыздың жұмбағын ашамыз. Каналға тіркеліп, қазақ контентін қолдап кетуді ұмытпаңыз.